әнші Қайрат Нұртастың анасы продюсер Гүлзира Айдарбекова соңғы жағдайларға қатысты пікір білдірді. Продюсер Гүлзира Айдарбекова желідегі жазбасында әнші Қайрат Нұртастың қамауға алынғанын кейін өзінің қандай күйде болғанын жазды. Түске дейін анасы қандай күйде деп мазалауға ыңғайсыздық танытып, сіздердің де жүректеріңіз тыным бермей, түс ауа қоңыраулар мен SMS-тер еш тоқтаған жоқ. Журналистерге де хайп табылып, бірі сауап болды деп күлкіге қарық болып, жандары рахаттанып, ойларына келген жасы 90% халық жанашырлықпен жүректері жылап жатты. Алғашында түннен аман шығам ба жоқ па дедім, рас. Құр сүлдем қалғандай. Жанарым бір нүктеге қадалып ұзақ отырдым. Ішім өртенді, күйдім, жандым, рас. Жолдасымның, бала-шаға, ағайын достарымның уайымы ұлымнан бұрын мен болғанымда сезіндім. Болмаған соң Нұрекең телефон соғып ұрса бастады. Елдің балаларында одан да ауыр сынақ болып жатқандары бар. Ер азамат болған соң басынан бәрі өтеді. Еңсеңді көтер, сен мықты болуың керек, деп қазір бәрін ойлап, ойым жан-жаққа шашыраңқы болып тұрғаны рас. Сонда да болса ұлымның сот процесі басталысымен көмекшісіне қарап, мамам жыламасыншы деп ымдап түсіндіп жатқанын көріп, көзімнің жасына ерік бердім. Бірақ ұлыма көрсетпедім. Гүлзира Айдарбекова әнші Қайратты сотқа берген өзінің жақын досы екенде жайып салды. Жанына жақын ұстап, үстіндегі киімдеріне дейін шешіп беріп, қимас дүниесі мен ақшасына дейін бөлісіп, бауырым деп жақын тұтып жүрген досы бір сәтте жауына айналады деп кім ойлаған? Менің де көргенім көп балам. Бәрене ақ жүрегіңнің сенім артып, жаныңа жинап үйге келіп, алып келе бермеші деп айтқан сөздерім де жоқ емес. Оның үстіне көп нәрсенің құрбаны болуға ел алдында жүргеннің де әсері тиген аны. Жүрегім сезбейді емес. Ұлыма бар тілерім сағы сынбай, жүзіңде мұң болмай, Алла амандық пен сабыр берсін. Ал сіздерге тілерім ешбір ананы Құдай баласымен сынамасын, деді әншінің анасы. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.